Қазақстанда той болмай қалса, қазақтар той жасамай қалса, не болады деген ой келеді ғой жаңа. Ойлаңыздар, қазақтар той жасамай қойса, кәдімгідей экономиканың біраз салалары тоқырауға ұшырайды. Мысалы, ресторан бизнестері мүлдем жабылады. Кафе, ресторан бизнестері өте қиын тоқырауға ұшырайды. Содан кейін мына салондардың жұмысы өте қиын жағдайға түседі. Өйткені тойға, әрбір тойда бір қалада мысалы 100 ресторан бар десеңіз, сол 100 ресторанға, әрбір ресторанға 100 келіншек барады деген кезде, соның барлығы макияж жасайды, қазір барлығы беттерін жасайды. Солардың барлығы кәдімгідей тоқтайды, қиын болады. Базардан жаңағы етпен айналысатын адамдардың жұмыстары өте азаяды екен. Содан кейін мына базар саласындағы продукты барлығы азаят, зергерлік бұйымдар, ломбард, одан кейін банктерға өте қиын болады. Банктерге жаңа өйткені адамдар кредит алмай қалады. Ол ақша адамдардың өздерінде қалады. Сонда қарасаңыздар, біздің экономиканың біраз бөліктері, кәдімгі мына таксопарктардың өзіндегі таксистердің өзі кішкене қалталары қағылады. Өйткені сол күні бәлембай мың адам қалада тойға бармай үйінде жатады. Өйткені тойға баратын адам ішем деп барады ғой, кәдімгі кішкене дайындалып, такси машинасын үйде тұстап такси шақырып берген сияқты. Сонда көп экономиканың көп бөліктері кәдімгі тоқтап қалады екен. Жаңа ойлап отырмын ғой, не болады деп. Енді бірақ бұл нәрселер тоқтағанымен сол ақша, бірақ ол адамдардың қалтасында қалады. Қалтасында қалғандықтан ол ақшаны жаңа шағын наубайхана біреу ашуы мүмкін. Мысалы, сол ақшаны семья шағын наубайхана ашуы мүмкін бір ауылда, мысалы, либо болмаса қалада, мысалы, кішкентай цехтар. Сондай қазір мысалы Қытайда заводтар сатады, кішігірім бірдеңе ұлтарақ шығаратын, мысалы, әрбір аяқ киім ұлтарақ шығаратын деген сияқты неше түрлі, мысалы, ұсақ-ұсақ заводтар бар. Ол завод деп айтылғанмен олар сатып алып келесің Қытайдан барасында 1 миллион теңгеге деген сияқты, 2 миллион теңгеге завод сатып алып келесің де, үйіңнің бір бұрышына қойып қоясың да, или болмаса клет болады ғой, андай бір сол бөлмесіне қойып қоясың да, сол завод жаңа шығара береді ол неше түрлі заттарды. Әрбір Қытайда сондай сатылады. Сондай цехтар, мысалы, адамдар сондай заттар алып, адамдар кішкене экономиканың басқа жақтарын етеді, дамиды екен. Құрылыс саласы дамиды. Өйткені адамдар сол ақшаға, мысалы, үй ала бастайды, ипотекаға үй ала бастайды. Үй алғаннан кейін уже құрылыс саласы дамиды. Экономиканың басқа жақтарына әсер етеді. Көрдіңіздер ме? Сонда бізде жаңағы не дейді, шеттен келетін товарлар азаяды. Біздің өзіміздің өндірісіміз кішкене дамиды екен. Сонда бұл біздің қазақтың тойы кәдімгідей біздің экономикамызға, макроэкономикамызға әсер етіп тұр деген сөз. Сіздердің ойларыңыз қалай? Жалпы қазақ тойды кәдімгі шашылып жасау керек па, болмаса жай ғана бір үйлену той, сондай кездерде ғана бір кішігірім бір жасап, қалған уақыттарда жай үйде бір 5-6 адаммен, 10 шақты адаммен атап өткен дұрыс па? Ойларыңызды жаза кетіңіздер.